Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тізбектер. Бүгінгі сабақта сандар тізбегін құрасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Тізбектің әр қайсысында орналасқан сандарды мұқият қара және қай сан артық екенін анықта. Енді бірінші тапсырмасына қарайық. 2, 3, 5, 7, 8, 12. Енді қарайық. 2 мен 3, яғни бұнда плюс 1. Бір сан қоссақ 3 болады. Келесі 3 пен 5-тің плюс 2 бұнда. Так, бұнда бізде 2. Мына жерде плюс 4 бізде, мына екеуінің арасы. Бізде бұл жердегі қате керек емес артық сан 7, 5 пен 8-дің арасы плюс 3 болады. Не көрдіңіздер ме? Сонда плюс 1, 2, 3, 4, яғни сондай заңдылықпен құралған екен. Әсін қарайық екен. 360, 340, 300, 250, 160, 60. 360 пен 320 минус 20. Мұнда минус 40. Ендеше қараңыз 20, 40 келесі бізде минус 60 болуы мүмкін, иә? Ендеше мына жерде бізде қандай сан болу керек еді? 240 болуға тиіс еді. Бұл жердегі мынау сан сонда бізде қате болып тұр. 60, содан кейін минус бұнда неше болады? 80, иә? 240-тан 80-ді азайтсаңдар 160. И мына жерде минус 100, яғни 20-ға әр неге артып жатыр. 20, 40, 60, 80, 100. Яғни мына жердегі бізде қате. Және соңғысын қарайық бізде. Бұнда бізде 10, 20, 60, 240, 1200, 7200, 43, 1200. Так, бұл жерде бізде балалар көбейту. Яғни 10-ды көбейтеміз 2-ге. 20. 20-ны көбейтеміз 3-ге. 60. 60-ты көбейтеміз 4-ге. Яғни өсіп тұрады. 240. 240-ты көбейтеміз 5-ге. 1200. 1200-ді көбейтеміз 6-ға. 7200. 7200-ді көбейтеміз 7-ге. 7-ге көбейтетін болсақ, бізде 50.400 шығу керек еді. Бірақ бізде 43.000. Яғни бұл жердегі артық сан бізде 43.200 сонда. Келесі екінші тапсырма. Қосарланған тізбек. Заңдылықты анықтап, тізбекті жалғастыр. Оның кем дегенде 4 элементтін жаз. Енді қарайық. Яғни қосарланған деген сізге міне, яғни бұлай заңдылық құралған. 1, 3, 5, 7, 9, енше келесі бізде 11. Мұнаны қарайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 не. Мына 11, 13. Түсінікті ғой? 4 элементіне жазылып тұр. Келесі. 16, 15, 14, енше келесі 14-тен кейін 13, сосын 12. Екінші тізбекті қарайық. 12, 11, 10, 9, 8. Түсінікті ғой? Яғни бұл қосарланған тізбек. Келесі үшінші тапсырманың астына қарайық. Есептерді шығар дейді. 20 жұп аяқ киім әзірлеуге 72 дециметр квадрат былғары қажет болды. Осындай 1000 жұп аяқ киім әзірлеу үшін неше квадрат метр былғары қажет. Енді бірінші тәсіл, яғни 1000 жұп аяқ киімнің 20 жұп аяқ киімнен қанша есе артық екенін анықтаймыз. 1000-ды 20-ға бөлеміз, тем болады 50. 1000 жұп аяқ киімге 50 есе артық былғары қажет. Ендеше 72 көбейту 50, тем болады 3600 дециметр квадрат. Немесе екінші тәсілін қарайық. 20 жұп аяқ киімге жұмсалатын былғарыны өлшеу бірлігін дециметр квадраттан, яғни сантиметр квадратқа аударамыз. 72 дециметр квадрат деген 7200 сантиметр квадрат. Бір жұп аяқ киімге жұмсалатын шығынды есептейміз. 200-ді бөлеміз 20-ға, тем болады 360 сантиметр квадрат. Енді 1000 жұп аяқ киімге жұмсалатын шығынды есептеу үшін 360-ты, яғни 360 сантиметр квадрат көбейтеміз 1000-ға, тем болады 360 000 сантиметр квадрат. Енді оны дециметрге айналдырамыз.
3600 дециметр квадрат. Үшінші тапсырманың әсі. Бір тас қалаушы 8 сағатта 4000 кірпіш, ал екіншісі 6 сағатта 2700 кірпіш қалайды. Екеуі бірігіп жұмыс істесе, 7600 кірпішті неше сағатта қалайды? Енді қарайық, бірлескен жұмысқа берілген есеп бұл. 4000-ді 8-ге бөлеміз 500, яғни кірпіш сағатына бұл бірінші тас қалаушының өнімділігі. Енді екіншінікін табамыз, 2700-ді бөлеміз 6-ға 450. Екеуін қосамыз, 500-ді 450-ге тең болады 950. Яғни 950 кірпіш сағатына екеуі бірге дайындайды екен. Енді бізге барлығы, яғни 760 кірпішті неше сағатта қалайтын білу үшін 7600-ді бөлеміз 950-ге тең болады 8 сағат. Сонда жауабы 8 сағатта қалайды. Келесі 4-ші тапсырма. Есепте және тексер дейді. Яғни бұнда бөлу. Балалар, өздеріңіз тексеріп алсаңыздар болады. Мәндерін. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. 5-ші тапсырма. Фигураның жазбасын тап. Қалған жазбалардан қандай фигуралар алынады дейді. Енді қарайық. Яғни мына жазбаға қарап, осыған сәйкес келетін фигураны табу керекпіз. Енді бірінші табанына қарайтын болсақ, онда бізде бұл табаны 3 бұрышқа ұқсайды. Ендеше міне мына 3 бұрыш, сонда жан-жағын көтергенде мына пирамидаға бізде ұқсайды екен. Ендеше ол мынау болады екен. Мындан да пирамида шығады мындай. Конус қой бізде мынау пирамида шығады. Яғни мынадан бізде қандай фигура шығуы мүмкін, бұдан басқа фигура шығады, оқушылар. Яғни бұған сәйкес келмейді. Келесі 6-шы тапсырма. Оқушылар ағаш отырғызды. Оның биіктігі 72 сантиметр. 1 жылдан кейін ағаш 80 сантиметрге, 2 жылдан кейін 88 сантиметрге, 3 жылдан кейін 96 сантиметрге дейін өсті. Егер ағаштың өсу заңдылығы өзгермейтін болса, 9 жылдан кейін ағаштың биіктігі сантиметрмен қандай болады дейді. Енді қарайық. Шешуі. 80-нен 72-ні азайтамыз 8, 80-нен 80-ді азайтамыз 8, 96-дан 88-ді азайтамыз 8. Ендеше барлық уақытта 8 сантиметр өсіп отырған. 9 жылдан кейін, яғни 9 жылдан кейін. 8-ді 9-ға көбейтеміз, тең болады 72 сантиметр. 72-ні 72-ге қосамыз, тең болады 144 сантиметр. Келесі 8-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Яғни бірінші амал бізде жақшаның ішіндегі амал орындалады. Екінші көбейту, мына жерде бөлу. Үшінші, мынау 4-ші амал, мынау 5-ші амал және 6-шы амал. Мәні 21224. Екінші өрнектікін қарайық. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, 4-ші амал және 5-ші амал. Бұның өрнекті мәні 26519. Келесі бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, 4-ші амал, 5-ші амал, және мына жерде 6-шы амал. Сонда тең болады 5000 болады. Және соңғысы бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, 4-ші амал, бұнда бізде 5-ші, 6-шы және 7-ші амал болады. Өрнекті мәні 420.370. Келесі 9-шы тапсырма. Боялған фигураның ауданы тік 4 бұрыш ауданының қандай бөлігін құрайды дейді. Шешуі, былай пайымдаймыз. Тік 4 бұрыш 6 шаршыдан тұрады. 2 шаршы толығымен 4 шаршы жартылай боялған. 2 жарты жұп шаршының ауданы 1 шаршының ауданына тең. Яғни мына екеуін қоссақ, ол 1 шаршы болады, мына екеуін қоссақ, тағы 1 шаршы болады. Көрдіңіздер ме? Сонда барлығы бізденше. Ендеше фигураның боялған бөлігінің ауданы тік 4 бұрыштың ауданының
6-дан 4 бөлігін құрайды. Міне қараңыздар, мынау міне шаршы ғой. Соның мына екеуін қоссақ мынаған біреу толық болады, мынаны мынаған әкелсек толық. Ендеше мына екеу бос. Барлық бізде 6 шаршы, ендеше 6-дан 4 бөлігін құрайды. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.